Мына біздің сүріп жатқан өміріміз негізінде өте алып, өте күрделі компьютерлік бағдарлама. Матрица дейді ғой. Матрицадан кино қарадыңыздар ғой. Қарияларымыз жалған өмір деп бекер айтпаған. Яғни бұл материалдық өмір. Мына бетон, соқалар, үйлер бәрі материя болып бізге көрінгенмен түбі рухтан жаратылған, Енді бұл тақырыпты қазір қазбаласақ өте күрделі, сондықтан жалпы айта кететін нәрсе. Бұл өмірде әрдайым балансқа келтіріп тұратын, яғни гармонияға келтіріп тұратын бір күш бар. Мысалы, біз тым асыра қуансақ, біреу сізге жаңа телефон сатып алып берді, немесе өзіңіз сатып алдыңыз. Соған тым асыра қуансаңыз, яғни эйфорияға түссеңіз, ол сіздің ішкі бағанағы көлеміңіздің аз екен, көлеміңіздің мөлшеріңіздің, қабылдау білу мөлшеріңіздің аз екендігінің белгісі. Сол қуанған нәрсеңізді сіз көп ұзамай құлатып аласыз, немесе бір сыздырып аласыз, жоғалтып аласыз деген сияқты. Яғни сіздің асыра жұмсаған энергияңыз, асыра қуанған эйфорияға түскен энергияңызды балансқа келтіреді бұл өмір. Сондықтан енді қуанбаймыз ба деп айтасыз ғой. Қуану әрине ол жақсы нәрсе, Қуану ол керемет бір сезім. Бірақ тым асыра эйфорияға кетіп жатсаңыз, тоқтаңыз, мойындаңыз, менің қабылдау мөлшерім аз екенін мен біліп жатырмын, мен эйфорияға кетіп жатырмын. Және сол мезетте iPhone, жаңа телефон немесе iPhone-нан кейінгі арманыңыз қандай еді? Мүмкін велосипед шығар, көлік шығар, немесе бір жаңа үй шығар, немесе бір жаңа киім шығар. Яғни сол нәрсені армандаңыз. Яғни осы асыра келген энергияны сол жаңа арманыңызға арнаңыз. Сол уақытта тым асқан энергияны балансқа келтіретін гармония энергиясы сізді мазаламайды, былайша айтқанда. Ол энергия сіздің жаңаға арманыңызға кетеді. Яғни сіз деп толып тұрсыз ғой бұл жерде. Мамочки деп. Яғни қолыңызда жаңа телефон бар, жаңа бір зат бар. Содан кейін байқаңыз сол энергияны, яғни сол тым асыра кетіп бара жатқаныңызда, мен жаңа көлік қалаймын, жаңа Kia Sorento көлігін қалаймын, немесе осындай бір үй қалаймын деп, сол энергияны сол жаққа босатып жіберіңіз. Сонда сіздің телефоныңызда сау қалады, өзіңіздің өміріңізде, жағдайларыңызда баланста жүреді. Осындай гармония заңы, яғни баланс заңы асығуға да қатысты. Яғни бір жерге біз тым асығып бара жатсақ, жалпы пойызға болсын, самолетке болсын, немесе өмірде бір негеге асықсақ, мысалы бір тренингті, немесе осындай бір мотивациялық роликті тыңдап аламыз да, соны прям сол мезетте бір орындауға отырсамыз, бір 100 отжимания, 200 отырып тұру бір күнде деген сияқты. Яғни сондай бір асығыстықпен келген энергия, ол сіз тек 1-2 күнге, немесе максимум 3 күнге апарады. Байқайсыздар өздеріңіз, осындай бір роликтерді тыңдап аласыз да, максимум 2-3 күнге дейін шыдайсыз. Ары қарай қайтадан бұрынғы күйге келесіз, немесе одан да төменге түсіп кетесіз. Неге? Себебі гармония күші бұл жерде жұмыс жасады. Сондықтан бір жерге асығып, немесе өмірде де асығып жүрсеңіз, мойындаңыз, тоқтаңыз, мен асығып жүрмін. Содан кейін бірте жай-жайдан, аз-аздан қимылдаңыз. Мына қарызды жапқанда да, бүкіл қарызды бір мезетте жауып тастаймыз деп кейде артық қыламыз, тыртық қылып жатамыз, сол қарызды толығымен жауып тастаймыз да, ары қарай өзімізге, балаларымызға бірден алып беретін, немесе өзімізге бірден алатын ақшамызды болмай қалады. Тағы да бір қарызға кіруге тура келеді. Сондықтан қарызды қайтарудан да асықпаңыз. Яғни біртіндеп. Әрине мүмкіндіктеріңіз болса, толығымен төлеп тастаңыз. Сол төлеп тастағаннан кейін ары қарай дұрыс өмір сүре бастайтын мүмкіндігіңіз болса. Олай болмай жатса, біртіндеп асықпай жасаңыз. Түбі жабасыз, және солай асықпай жаба бастасаңыз, сіз тезірек жабасыз бір қызығы. Себебі асыққанда сізді гармония күші кейін тартады, және бұрынғыдан да жаман күйге түсіп қалуыңыз мүмкін.
Сондықтан асықпаған арба мен қоян алады деген секілді, асыққан шайтанның ісі деген секілді, асықпасаңыз сіз керісінше тез жетесіз мақсатыңызға, қарызыңыздан да тез құтыласыз, және өміріңіз тез бір жақсы сондай бір бақытты күйге келеді. Соны мен сізге тілеймін, өзіме тілеймін. Рахмет.